Мен лор дәрігері болғандықтан, көп адамдар құлақ, мұрын, тамақ ауруларына қатысты сұрақ қойғанда, оларды жеке әлемде түсінеді екен. Мысалы, белгілі бір тағамдарды қабылдау, жалпы өмір салтының дұрыс еместігі, ұйқы режимін сақтамау, зиянды әдеттерінің не қатысы бар дегендей таңғалып жатады. Сондықтан төменде адам ағзасы туралы жалпы мәліметтер бергім келіп отыр. Адам ағзасы өз бетімен тіршілік етуге бейімделген бір тұтас жүйе. Адам өмірі табиғатпен, қоршаған ортамен, басқа адамдармен, өз қызмет саласымен, сүйікті хоббилермен тығыз байланыста. Сонымен, адам ағзасы жасушалардан, ұлпалардан, мүшелерден, мүшелер жүйесінен және бүкіл дене тұтастығынан тұрады. Адам ағзасының жеке мүшелері жүйелерді құрайды. Оларға тірек қимыл жүйесі, қан айналым, лимфа, ас қорыту, тыныс алу, эндокриндік жүйе, иммундық жүйе, жүйке жүйесі, жыныстық жүйе, зәр шығару жүйесі, сезім мүшелері жүйесі жатады. Әрбіріне тоқталып өтсем, тірек қимыл жүйесі сүйек пен бұлшық еттен тұрады. Келесі қан айналым жүйесіне жүрек, қан тамырлар және қан жатады. Қан құрамы мен қан тамырлар арқылы қоректік заттар, оттегі, көмірқышқыл газы, гормондар адам ағзасына таралады. Лимфа жүйесіне лимфа ағатын тамырлар мен түтіктер, лимфа жүйелері мен тіндері жатады. Лимфа айналымы денеге түсетін инфекцияларды жоюшы қызмет атқарады. Ас қорыту жүйесі тағамды қорыту және қоректік заттарды сіңіру қызметін атқарады. Ол ауыз жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ащы және тоқ тік ішектерден және безден, бауыр және ұйқы безінен тұрады. Екінші жағынан экскреторлық жүйе арқылы сыртқа шығарылады. Келесі тыныс алу жүйесі. Тыныс алу процесінде газ алмасуға қызмет атқарады. Ауаны тыныс алып, сыртқа дем шығарады. Оған мұрын жұтқыншақ, көмей, трахея, бронх, өкпе жатады. Өкпеге түскен ауа оттегіге айналып, бүкіл ағзаны қоректендірсе, тыныс шығарған кезде деммен бірге көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады. Келесі эндокриндік жүйе. Ағзадағы әртүрлі функцияларды атқаратын гормондарды шығаруға арналған органдардан тұрады. Ішкі секреция бездері, гипофиз, қалқанша маңы бездері, ұйқы безі, бүйрек үсті бездері, аналық бездер, аталық бездер жатады. Келесі жүйе иммундық жүйе. Бұл иммунитетті сақтауға жауапты. Ол лимфоидты мүшелерден сүйек кемігі, тимус, лимфа түйіндері, көкбауыр, лимфа тамырлары, антиденелер, цитокиндер және де басқа да элементтерден тұрады. Жүйке жүйесі дененің саналы қызметін, яғни бұлшықет қимылдарын басқарса, бейсаналы әрекеттерді, соның ішінде тыныс алуды басқарады. Сыртқы әлеммен тітіркендіргіштерді қабылдайды және олардағы ақпараттарды өңдейді. Орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан, перифериялық жүйке жүйесінен, бас сүйек және жұлын нервтерінен тұрады. Ішкі мүшелердің функцияларын вегетативті жүйке жүйесі атқарады. Келесі жыныстық жүйе, зәр шығару жүйесі, бұларға жыныстық органдар жатады. Келесі сезім мүшелері, көз көру қызметін атқарады, құлақ есту қабілетін, мұрын иіс сезу және тіл дәм сезу, тері сипап сезу қызметін атқарады.